Ассалямағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Достар, көрермендер және сүйікті жазылушыларымды сүйікті деймін, себебі олар менің әр видеомды қарап жүр. Әрқайсысын жатқа білмесем де, атын білмесем де айып етпеңіздер. Жалпы мен оларды білем, кім қарайтын. Тіпті мен оларға ерекше видео да шығаруым мүмкін жоқ шынында. Сонымен мен кешке қарата жалпы мен осындай видео шығарғым келді ма, келген жоқ ма, мен оны білмеймін. Бірақ такси дейді, мен себебі мындай біз монтажсыз тұрып жатыр, сондықтан айып етпеңіздер, осындай болады. Бірақ көп болмайды, себебі мен осындай Атырау қаласындағы адам жүретін велосипед жүретін жолдамын. Яғни алдын ала ескертіп жатырмын, және сіз арнайы бір уақытыңыз болса, осындай видеоны барынша соңына дейін қарауға тырысыңыз. Енді өміріңізде керек болып қалуы мүмкін, себебі 100% керек болады деп айтпаймын, бірақ керек болып қалуы мүмкін. Сонымен интернет. Қазір екінің бәрінде интернет бар десем, қате болар. Екінің егіз. Әлем бойынша 60% интернет пайдаланады. 60. Ол ертең 5-6 жылдан кейін 70, 80, 90, 100%-ға ойлап қараңыздар, тақап келатыр. Бірден 60%. Интернет күні кеше шықты ғой, достар. Күні кеше. Ойлап қараңыз, бірден 60%. Сондықтан, достар, ол былай ғой, сіздің бизнес аштыңыз, 2-3 жылдан кейін сіздің пайызыңыз 60%-ға өсіп жатыр. Яғни прибыль. Сол сияқты сіз өте таңғаласыз. Бұл жерде интернеттің дамуы сондай. Сонымен өзім таныстырып жіберейін, мені көріп жатқан адамдар болар. Мен осы каналдың құрушысымын. Есімім Асан Исаев. Интернетте мен 2009 жылы келдім. 2009 жыл жалпы менде компьютер 2001-ден бастап бар. Бірақ мен интернетті 2009-да қостым. Былай қызығып жүрдім. Шыны керек, мен ақшам болмағасын, интернет қоса алмадым. 2009-да мен небәрі 18-ақ болдым, 18 жасында болдым. Ал кешіріп қойыңыздар, мен негізінен интернетті 2007-ден бастап пайдаланып келдім, бірақ телефонда, ал компьютерде 2009-дан дәл ішіне кіріп, еніп, қалай жұмыс жасау керек, қалай не істеу керек деген осы интернетпен танысқаным осы 2009 жылы. Сонымен 2009-да мен интернет кірдім, оның бәрін айтып кетпей-ақ қояйын, былай қостым, бүйттім, сөйттім. Жалпы бұл жерде тек қана тақырып ақша табу болады. Ақша табу, интернетте ақша қалай табады деген тақырып атын әдейі кішкене атын интернетте ақша қалай табады деп қойдым, себебі интернетте ақша табатындар көп. Жұмысы ұнамайды, бірақ қосымша жұмыс тапқысы келеді. Жұмысы ұнайды, бірақ сонда да қосымша ақша ешкімге кедергі болмайды. Қазір интернетте ақша табуға болады. Тіпті ол қалай табады деген сұрақ туындайды, ол болады дегеннен кейін қалай болады, не істеу керек деген сияқты. Интернетте енді ақша табудың шын айтсам мыңдаған түрі бар. Жоқ, шын. Бірақ оны әрқайсысын мен біле бермеймін біріншіден. Екіншіден қалай табатынын да немен деген сияқты оны да біле бермеймін, бірақ білетіндерімді айтайын. Сіз тіпті жай ғана мына ВКонтактеде комментарий жазып жүрсіз ғой. Сіз ВКонтактеде комментарий жазған үшін ақша таба аласыз. Әрбір сайтта бір комментарий жазған үшін сіз ақша таба аласыз. Ол копейка болар, яғни бірақ комментарий жазған үшін 5 теңге табасыз. Ал сіз ойлаңызшы, 10 комментарий жазасыз, 20 комментарий жазасыз. Сонда 10-20 комментарий жазсаңыз, сонда сіз жақсы ақша табасыз. Ол комментарийдің өзіне бұл бір. Екінші келесі, сіз орысша жақсы білсеңіз, сіз статья жаза аласыз. Статья дейтін мақала, орысша, мысалы, как приготовить шашлык деп күшті мақала жаза аласыз. Сіз оны сата аласыз. Онда биржалар бар, соның ішінде Advego, біреу бар айтпақшы. Advegoда ақша қалай табады. Ол соның ішінде бәрі Advego деген бар. Advego биржа. Биржа деген ол біздің тіліміз бойынша базар. Базардың ішінде егер заттар, тамақ, жеміс-жидектер сатса, бұның ішінде статьялар сатады. Комментарий жаза алатын, айтып кеттім. Статья жаза алатын. Келесі тез мен әрқайсысына тоқтала бермеймін, себебі сіз интернеттен таба аласыздар. Advegoда жасаңыз шығады. Келесі бізге ол керегі, келесі деп көп айтып кеттім, кешіріп қойыңыздар.
ол файлдарда ақша табу енді көп таба алмайсыздар, енді мен өзім көп таба алмадым, бірақ сіздер мүмкін шығар сайттарыңыз болса, бана сіздің файлдарыңыз мысалы бір ойынды алайық, бір ойынды алып, сіз депозит файл салып қойсаңыз, сіз оны 1000 адам скачать етсе, сізге $1 береді. $1-ның өзі одай бір 357 теңге, 357, 340 сөйтіп ойнақтап тұрады. Енді сіз жақсы 300-ден аса ақша табасыздар, 1000 адам жүктесе. Соның өзі сол депозит файл деп басқа да соған жақын сайттар бар. Үшінші 3-4 деп кете бермеймін. Келесі бізде ол өз жеке сайт, жеке сайты ашып алып, одан реклама разместить ету, яғни реклама салу. Google-дан немесе Яндекстен реклама салсаңыз, сізге 1000 адам кірген үшін сайтыңызға өте жақсы ақша түседі. Қазақстанда конкурент жоқ, мен сіздерге айтайын. Қазақстанда мүлдем конкурент жоқ. Бұндай мен сияқты мақаланы сізге ақылды түрде береді көбісі. Шын. Мен сіздерге осыны бәрін тегін айтып отырмын. Яғни жеке өз сайтыңыз болса, сіз білім алыңыз. Как создать сайт с нуля, HTML, WordPress, PHP, программирование тілінде білім алсаңыз, сіз сайт ашып білсеңіз, сіз екі түрде қызмет ақша таба аласыз. Бірінші өз сайтыңызға реклама жасап, реклама салып ақша таба аласыз. Екінші біреуге сайт ашып берудің өзі үлкен ақша. Қазір біреуге сайт ашып берудің өзі 30-40 мың теңге, ойлай беріңіз. Оның өзі үлкен жұмыс, сондықтан сіз сайт ашып, сайттан ақша таба аласыз. Оның өзі интернетке кіреді. Келесі YouTube канал ашып ақша табуға болады, оның өзі үлкен ақша, шын айтсам достар. Енді мен ақша табамын десем, мен бір себептермен алып тастады ақша табуда. Мен айтқанмын, енді мен YouTube-тан енді ақша таппаймын деп. Енді мен YouTube-тан ақша таппаймын, мен баяғыдан таппайтын сияқты, 1-2 мың теңге табамын. Егер сіздер әр видеоңыз 10-20 мың сару көру болса, 20 мың көру саны болса, әр видеоңызда 50 мың дейікші, онда сіз айына кем деген 100-ден ақша таба біліңіз. Біреулер сол 100 мың табу үшін таңертең кешке дейін жұмыс жасайды. Ал сіз YouTube-та хоббиіңіз болса ғана, егер сіз оны ақша ретінде канал ашып, ақша ретінде ақша табам десеңіз, сізге ол қиынға соғады. Соны ескертіп кетейін. Ал егер сіз мен хоббиім, алдағы уақытта ақша табамын десеңіз, яғни хобби ретінде көрсеңіз, сонда сіз ақша таба аласыздар. ВКонтактеде группа ашып, Фейсбукте группа ашып, Одноклассникеде группа ашып, Телеграмда тағы да канал ашып, Телеграмда сіз оның үшін рекламаны ақшаға жасайсыз. Егер сіздің подписчигіңіз 100 мыңнан жоғары болса, сіз үлкен көлемде ақша алып отырасыз. Ай сайын өте жақсы ақша шығады. Яғни еңбектену керек. Оның ішіне Инстаграмды да кіргізем. Инстаграмды да кіргізем, себебі Инстаграмды да ол соның ішіне кіреді. Инстаграмды сіз бана группа деймі, яғни сіздер білетін болсыңыз, жұлдыздар Инстаграм, оның ішінде жарнама беру, қазан бас деген Инстаграм бар, оның ішінде Инстаграм бар деп, соның ішінде үлкен группа бар, соның ішінде жарнама берудің өзі, профиль бар, оның жарнама берудің өзі, мысалы ЗТБ деген бар, профиль бар, оның жарнама берудің өзі 35 мың теңге. Мен ақшам оған жетпеді, 35 мың, бірақ подписчик саны миллионнан асады, активності өте жоғары. Яғни бұны қорытындылай кетсек, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук группаларыңыз болса, хоббиіңіз бола, сіз оларды жүргізген жақсы көрсеңіз, әрине уақытыңыз кетеді, сато жемісін көресіз, ақшалай деген сияқты. Яғни жұмыс жасай беру керек. Болды да білім жем бар, ВКонтактеде қалай ақша табады деген, онда қарап шығыңыздар. Және реклама көру, клик дейді, яғни реклама басқан үшін жұмыстар жасап жүресіз, реклама қарап жүресіз, сондай жұмыстар бар. Енді олар көп ақша бермейді деп қойын, себебі ол шынында өте көп бермейді. Бірақ та сіз мектеп оқушысы болсаңыз, сізге күніне 2-3 күнде 1000 теңге тапсаңыз, зато ата-анаңыздан сіз единица сұрамайсыз, өз-өзіңізге жұмыс жасап, мамаңызды таңғалады, балам,
сен осы ақшаны қайдан алып жатсың? Сен бізде бір еден сұрамайсың, интернетке де төлеп тастауға дейін ақшаң жетеді шынында. Вот сол интернетте сен төлеп жатсың, қайдан аласың дегенде, мамам интернет жұмыс жасап жатыр. Болды, жарайсың, неге жүре береді. Болды, сол сияқты. Сол сияқты. Енді көп ақша емес дегенін қорытындылаған келіп тұр. Ол яғни реклама көру. Тағы да келесі ол сетевой бизнес деп қоямын. Ол аз ақша емес, тіпті ол нервың кетеді. Яғни артыңа адам жинау, 2 адам шақырасыз. Ол 2 адам шақыру керек. Ол бана қандай адамдар жасау керек. Сіз егер мына өмірде бір пысық болсаңыз, адамға навязывать етуді білсеңіз, жалпы мен сетевой бизнесті сіздерге ұсынбаймын, жұмыс жасаңдар деп. Бірақ интернетте сетевой бизнес артынан Oriflame, Able сияқты артынан жұмыс адам тартып солай жұмыс жасауға болады. Интернетте андай проектілер бар, енді мен рас өтірігін білмеймін. Жоқ, ол рас, бірақ ол гарантия жоқ сіздерге ақша береді деген. Ол проектілерге ақша саласыз, мысалы 100 мың ба, ол сізге айда 1 айдан кейін 150-200 қайтарып береді. Немесе 100 мың салады, 120 мың, яғни под процент ақша саласыз, яғни сіз инвесторсыз. Сіз процентке ақша беріп жатқан жоқсыз, сіз инвесторсыз. Сіз ол проектті дамуына көмектесіз, ол сізге ақшасын береді, яғни сіз инвесторсыз. Инвестор білесіздер көбісі кім екенін. Мысалы бір проектті дамытуға ақшаны береді, ол соның пайдасын көреді, ақшалай әрине. Осындай интернет ақша табу. Мен көбісін айтпай кеттім, өте көбін айтпай кеттім. Бірақ сіздер өзіңіз жасай аласыз. Мысалы, как заработать в интернете дейсіз. Как Яндекс, Гуглге болсын, как заработать в интернете деп жазсаңыз, сізге сайттардың түрі шығады. Соның ішінде сетевой бизнестен сақ болыңыз, бірақ оның ішінде кіргіздім, табуға болатын, бірақ ұсынбаймын. Қалған жұмыстардың бизнесін өте бастауға болады. Неде болса ерінбей білім алып алыңыздар, көп оқыңыздар, көп оқыңыздар. Себебі сол сіздер фундамент саласыздар. Үйге бірінші фундаменттен бастамаймын. Сол сияқты сіздер де өз біліміңізге фундамент салып, яғни вооружиться етіп аласыздар, оқытап аласыздар өз-өзіңізде. Яғни керек, информациялар өте керек болады. Қалай, қай жағы ұнайды деген сияқты, осылай интернетті көп оқысаңыздар болады. Ал енді тыңдаңыздар. Интернеттен ай сайын 3-4 миллион табу реально ма? Реально, достар, шын айтайын. Эмоциямен айтайын. Реально табу. Тіпті біздің Қазақстандағы балалар, 2000 жылғы балалар, ай сайын 2 миллион табады. Товар сатып. О, реально, достар, реально, өте реально. Сондықтан, достар, тек сіздердің қолдарыңызда бұл мотивация болсын бір жан. Тек қазақтар алға, тек сіздердің қолдарыңызда қазірден бастап мен жұмыс жасай. Қазір интернет заманы, ол ешқандай күлкі емес. Қазірден бастап интернет заманы. Алдағы уақыттерде банктердің бәрі әлеуметтік желілерін сұрап бастайды. Телефоныңды, сосын әлеуметтік желілерін сұрап бастайды. ВКонтактеде барсыз ба? WhatsApp'та қандай? Бәрін сұрап бастайды. Сондықтан әлеуметтік желілерге тіркеліп қана ешқай әлеуметтік желіні игнорировать етпейді. Ешқайсысы ұят емес. Одноклассник, Facebook, ВКонтакте бәріне жазылыңыз. Телеграм. Ой, мен Телеграм білмеймін. Қызық емес деу болмайды. Жазылыңыздар, үйреніңіздер. Интернет сонда сіздің шынында наныңыз болады. Интернетте ақша табу реально деген келіп тұр, достар. Енді өздеріңізге байланысты мен былай енді нелер айтып кеттім. Қалай айтсам болады, бәріне толықтай тоқталған жоқпын. Ол әрине әрқайсысына толық тоқталсаң, ол үлкен мынау осындай минуттар болмайды, ол сағаттар болып кетеді. Себебі әрқайсысы сіздер енді өздеріңіз интернетте үйреніп, әрқайсысына мән беріп, білмейтін сөздеріңізді жазып алып, түрлі сөздерге шетелше. Мысалы, биржа деген өзі түсініксіз басында. Оның ішінде тек қана биржа емес, біршама заттар кездеседі. Яғни біршама сөздер шетел тілінде. Тек бір затты бастадыңыздар ма, оны соңына дейін апарыңыздар.
ұнамаса ғана тастап кетіңіздер. Яғни ол бірден ұнап қалуы мүмкін, әрине басында бәрі қиыншылық болады. Бастадыңыздар ма, соңына дейін апарыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Сондықтан бәрі тек сіздердің қолдарыңызда. Ордар, ақша табу, реально тек қана жұмыс жасау керек. Баспен кішкене, қазір мына 21-ші ғасыр көп естіп жатқан боларсыздар. Баспен жұмыс жасау керек. Яғни миыңызды кішкене қозғалтсаңыз, сізде ақша солай келеді. Сондықтан міне айтып отырған сол. Ешқашан ерінбеңіздер, әр затқа жабысып үйрене беріңіздер. Интернет қазір шынында. Интернетте оборот өте жақсы айналып отыр. Ол доллармен қарасаңыз, сіз сенбейтін боларсыз. Интернеттен ақшаның обороты бүкіл Қазақстанның бюджеті жетпейді тіпті. Яғни әлем бойынша интернетте ақшаның оборотын айтамын. ақштың өзінің интернеттің ақшаның айналымы өте жоғары. Сондықтан Қазақстанның бюджеті түгіл, Африканың бүкіл елдің бюджеті жетпейді. Сондықтан соны айта кетейін. Яғни оның үшін Форекс деймін. Форексте де жұмыс жасауға болады. Арзанға валюта сатып алып, доллар, евро деген сияқты, ол қымбаттағаннан кейін сатып жібере аласыз. Сіздермен болған біліп жүремін. Көп нәрселерді айтпай кеттім. Шынында ақша табудың түрлерін мен тек қана өзім білетінімді айттым. Білмейтіндерім қаншама. Сондықтан мен сіздерге бір ғана айтарым, как заработать в интернете деп, сіз әрқайсысын оқып, ерінбей, әрқайсысына күн сайын уақыт арнап, сондағы сіз жетістікке жетесіздер. Осы видеоға лайк басуды сұраймын және біліп жүремінге жазылуды сұраймын.